Бізде келесі есеп архив задачаға кіреміз. Осыдан кейін үшінші есепті қарайық. 5 у 5 25. Яғни бұл есепте бізде не істеген? Вася оңай квадратты, яғни дәрежеге 2-ді дәрежелеудің оңай способын ойлап тапқан. 5-пен аяқталатын числолардың. Ол способта қарайтын болсақ, ол способта не істеген? Ол способта 5-пен аяқталатын сандарды қалай оңай жолмен? Ол үшін бізде не істеген? 5-пен аяқталатын сандарды пейнтпен жазып көрейік. Мысалға, бізде 5-пен аяқталатын 25 деген сан бар. 25 деген санның квадраты қандай? 25 деген санның квадраты бізде 625. Вася оның оңай способын тапқан. Оның оңай способы қалай? Оның оңай способы, мысалы, 25 деген саннан 5 деген санды алып тастайды. Сол кезде 2 деген сан қалады. Және де 2-ні өзінен бір санға көбейтеді, яғни 3-ке көбейтеді. Сол кезде қанша болады? 6 болады. Және де шыққан санға 25-ті біріктіреді. 25-ті біріктіреді. Яғни 25-ті біріктіреді деген бізде қалай болады? Бізде 625 болады. Қоспайды, біріктіреді. Және де 625 шықты. Егер де мысалға басқа сандар қарап көрейік, мысалға 45. 45-дің квадраты. 45-дің квадратын табу үшін не істейміз? Яғни 5-ті алып тастаймыз. Сол кезде бізде 4 қалады. Өзінен бір санға көбейтеміз, яғни 5-ке көбейтеміз. Сол кезде қанша болады? 20 болады. Енді осы 20-ға не істейміз? 25-ті біріктіреміз. Сол кезде бізде қандай болады? 2025 болады. Енді осыны калькулятормен тексеріп көрейік. 45-дің квадраты қанша болады? 45 көбейту 45 тең 2025. Яғни бұл біздегі способ, бізде жұмыс жасайды. Енді бізде осының алгоритмін жаз деп берілген есепте. Входные данные в единственной строке выходного файла input text записано одно натуральное число, яғни мына жақта тек қана бір натуральный число жазылған. Ол 5 деген цифрға аяқталады. Одан кейін выходные данные, выходной файл output видите одно натуральное число a в степени 2 без следующих нулей. Яғни бізде a квадратты шығарып беруіміз керек екінші аутпутқа. Оның шешімін қалай дайындаймыз? Яғни оның шешімін қалай шығарамыз Python бойынша? Яғни біздегі түсінікті ғой, барлық алгоритм біздің өзіміздің математикалық жолмен. Яғни бізде алғашысында 5-ті алып тастайды, одан кейін оны үлкен санға көбейтеді. Енді осының логикалық несін жасап көрейік? Теңдеу түрінде, яғни өрнек түрінде жазып көрейік. Яғни бізде a берілген. Ол a-ны не істеуіміз керек? Ол a көбейтіледі. Яғни a беріледі. Бұл a не істеу керек? Бұл мысалы 2-ні a деп алатын болсақ, a бұл көбейту a қосу 1. Яғни егерде 2-ні a деп алатын болсақ, a қосу 1. Бұны потом 25-ті біріктіру үшін не істейміз? 25-ті біріктіру үшін біз 100-ге көбейтеміз. Және де 25-ті қосамыз. 25-ті қосқан кезде тура сол сан шығады. Мысалы 2 қосу 3, 2 көбейту 3, 6, 6-ны 100-ге көбейтсек 600, 600-ге 25-ті қоссақ қанша болады? 625 болады. Яғни біріктіруді математикалық өрнек түрінде, яғни 100-ге көбейтіп, одан кейін 25-ті қоссақ болады. Мысалы, мына жақта да тура сондай болады. 4 көбейту 5 тең 20, 20-ны 100-ге көбейтетін болсақ, бізде 2000, 2000-ға 25 қосады. Бұл 2025. Бізде барлығы дұрыс шығып тұр. Яғни осы способ болады. Енді бізде 5-ті қалай алып тастаймыз? 5-ті қалай алып тастаймыз? 5-ті қалай алып тастау үшін бізде мысалға 25-ті 10-ға бөліп көрейік. 25-ті 10-ға бөліп көрейік. Бізде қандай қалады? 2,5 қалады. Бізге тек қана бұл жақта несі керек? Бізде тек қана бұл жақта бүтін мәнді керек. Ал бүтін мәнін алу үшін не істейміз? Бұл жақта біз 25-ті 10-ға бөлеміз, бірақ Pythonдағы оператор бойынша бізде өрнек не бойынша, символ бойынша 2 слэш қоямыз. Яғни бізде тек қана бүтін мәнін көрсетеді. Бұл кезде 25-те 2 шығады. Яғни біз 25-ті мысалға бірінші a-ны енді толықтай 25-тің барлығын a деп алатын болсақ, a-ны біз не істейміз?
а тең аны бірінші 10-ға бөлеміз. Мына жақтағы 2 слэш бұл бүтін мәнін ғана алады. Егер де мысалы 45 болатын болса, 4,5 10-ға бөлетін болсақ, бүтін мәні 4 болады. И осы аны осы өрнекті қоямыз, осы аға. Енді оны питонда жазып көрейік. Мысалға мына жақта 4255 осының барлығы берілген. Енді осыны питонда жазып көрейік. Мысалға біз бірінші не істейміз? Біз бірінші a тең int input, одан кейін бізде қандай болу керек? a тең a, яғни бөлінген 10-ға. Яғни осыны 10-ға бөлген кезде бізге бүтін мәні шығады. Ендігі осы бүтін мәнді не істейміз? Бүтін мән қосылған, көбейтілген жақша ішінде a қосу 1 көбейтілген 100 қосылған 25. Одан кейін бізде print a, яғни бізде мысалы 5 деген сан қоятын болсақ, бізді 5 деген сан осы жақта, яғни уже мынау аға, мынау а дегеніміз осы аның мәні, яғни біз мына жаққа 5 деп жазатын болсақ, 5-ті 10-ға бөледі. 5-ті 10-ға бөлетін болса 0,5. Бірақ 2 слэш болғандықтан бізде не істейді? 2 слэш болғандықтан бізде тек қана бүтін мәнін алады. 0,5-ің бүтін мәні 0. Және осы a-ді енді осы жаққа әкеліп қояды. Енді бізде бұл жақта бүтін мән 0 болғандықтан 0 көбейту, 0-ға 1-ді қоссақ 1, 0-ды 1-ге көбейтсек 0, 0-ды 100-ге көбейтсек 0, және 25 қосқан. 0-ға 25 қоссақ 25 шығады. И бізде print a 25 шығады. 5-тің квадраты 25, бізде барлығы дұрыс. Енді осыны жасап көрейік, яғни 5-ті көрейік, 25. Бізде 75-ті көрейік, 5625. Осы жақпен салыстырып көрейік, 5625. Мысалға бізде 4255 деген сан берген, 181 050 25. 181 050 25. Яғни бізде барлығы дұрыс шығады тұр. Мынау синтаксис барлығы түсінікті болса, яғни int input, одан кейін біз оны бүтін мәнін алу үшін осылай жасадық. Одан кейін осылай барлығын қойып шықтық. Енді осыны осы жаққа енгізейік. Яғни бізде барлығы дұрыс болды. Біз мысалға бұл жақта ешқандай текст оқымайық, сразу мысалы біз там a тең, например, input print, например, a квадрат дейтін болсақ, бізде бұны қабылдайды. Бірақ біз мәтіндегі жасалған алгоритмді жасаған жоқпыз.